Бәріне сәлем. Бүгін мен ұбт-да келуі мүмкін деген Қазақстан тарихтан Оғыз мемлекетін оқитын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен айтып жатқан ақпараттың барлығы кітаптан алынған. Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырдың ортасы. Оғыз мемлекетінің құрылуы. Оғыздар жайлы деректерді 9-10 ғасырлардың басындағы араб тіліндегі шығармалардан кездестіреміз. Оғыздарда мемлекет болғандығы туралы Әл-Яқубидің, географ Әл-Фахихтың еңбектерінде айтылады. Оғыздардың тайпалық құрамы туралы деректерді Махмұд Қашғари еңбектерінен кездестіреміз. Орыс жылнамаларында да оғыздар туралы айтылады. Бұл жылнамаларда оғыздар печенегтерге, хазарлар мен еділ бұлғарларына қарсы бірлескен күреске байланысты торг деп аталған. Оғыз тарихындағы бір қатар оқиғалар Оғызнама эпикалық шығармасында баяндалған. Деректерге қарағанда, оғыз тайпалары Жетісу аумағында қалыптасқан. Оғыздар құрамына түркі тілдес көшпелі тайпалар ғана емес, үнді-еуропалық және фин-угр тектес тайпалар да енген. Түрлі рудан тұратын тайпалар бірігіп, тарих сахнасына Оғыз есімімен шықты. Батыс Қазақстан аумағына келгенге дейін Оғыздардың Жетісуда ескі Гузя деп аталатын ордасы болды. 8 ғасырдың екінші жартысында қоныс аударды. Сырдарияның төменгі ағысымен Арал бойының далалық алқабын басып алды. 9 ғасырдың соңында олар хазарлармен одақтаса отырып, печенегтерге соңғы соққы берді де Жайық пен Еділ бойы аралығын толық иемденді. Печенегтермен болған ұзақ күрес оғыздардың 9 ғасырда мемлекет құруына ықпал етті. Оғыздардың орталығы Янгекент қаласы Сырдария бойында көшпелі және отырықшы мәдениет тоғысында орналасты. Оғыздардың мемлекеттік құрылымы мен саяси тарихы. Махмұд Қашғари оғыздардың бастапқы кезде 24 тайпаға бірігіп, боз оқ және үш оқ деген екі топқа бөлінгендігін келтіреді. Боз оқтар ерекше артықшылыққа ие болды. Оғыз мемлекетінің басшысы, жоғарғы билеушісі Жабғу деп аталды. Әскердің бас қолбасшысы сюбашылар әскери кеңеске сүйенді. Билеушіні ең мықты да ықпалды рулардан тұратын кеңесте сайлады. Оғыз мемлекеті бір тұтас болған жоқ. Жоғары билеушінің билігі тайпалық ақсүйек қауымының кеңесімен шектелді. Билеушілердің әйелдері де сарай өмірінде маңызды рөл атқарды. Мұрагерлер тәрбиелеу үшін арнайы қамқоршылар, атабектер тағайындалды. 10 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың басында мемлекетте салық жүйесі жұмыс істеді. Мұның өзі оғыздарда басқару жүйесі болғандығын байқатады. Малға жекеменшік мүлік теңсіздігінің негізі болып табылады. Оғыздардың негізгі бөлігі көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Арғы бабалары Оғыз қағанның «Қозғала беріңдер, отырықшы болмаңдар, жоқшылықты білмей, көктемгі, жазғы және қысқы жайылымды сағалап, өзен бойымен көшіңдер» деген өсиетіне берік болды. 10-11 ғасырдағы деректерде оғыздардың Жент, Сауран, Сығанақ, тағы да басқа қалалары аталады. Малынан айырылған көшпелілер отырықшы өмір салтына көшті. Диханшылық пен қолөнер олардың негізгі кәсібіне айналды. Оғыз мемлекеті далалы Оғыз көшпелі даласы Мауреннахр мен Жетісудың егіншілік өңірлерімен тығыз қарым-қатынас жасады. Оғыздардың бір бөлігі исламды қабылдады. Оғыз мемлекеті Еуразия даласында маңызды рөл атқарды. Олар 965 жылы Киев Русьмен одақтаса отырып, Хазар қағанатын талқандады. Оғыздар хазарларға қарсы күресте Қара теңіз жағалауындағы
құнарлы жайылымдық жерлерді тартып алуды көздеді. Еділ бойымен өтетін сауда жолдарына бақылау орнату мақсатын қойды. 985 жылы Оғыз билеушісі Киев князі Владимирмен одақтаса отырып, Еділ Бұлғариясын жеңді. Бұл Оғыз мемлекетінің саяси жағынан күшеюіне ықпал етті. Белсенді сыртқы саясат нәтижесінде оғыздар оңтүстікте Мәуереннахрмен шектесіп, батысында Кавказ аймағына дейін жетті. 10 ғасырда Сырдариядан Кавказға дейінгі аумақ Оғыз даласы деп аталды. Оғыз мемлекетінің құлауы белсенді сыртқы саясат және көп жылғы соғыстар қыруар қаржыны талап етті. Сол себепті жыл сайын салық ұлғайтылды. 10-11 ғасырлар аралығында Оғыз тайпаларының салық жинауға наразылық білдірген көтерілісі басталды. Салжұқ көсемдері дағдарысты өз мақсаттарына пайдалана білді. Олар Оғыз билеушілеріне қарсы көтеріліске басшылық етті. Дегенмен Шахмәлік жабу тұсында Оғыз мемлекеті қайтадан күшейіп, 1041 жылы Хорезмді басып алды. Алайда 2 жылдан кейін Шахмәлік салжұқтарға тұтқынға түсіп өлтірілді. Ол оғыздардың соңғы билеушісі еді. Салжұқтармен болған ұзақ жылғы соғыстар, тайпалардың ауыр салыққа қарсы көтерілістері Оғыз мемлекетін әлсіретті. Әлсіреген Оғыз мемлекеті Қыпшақ тайпалары көсемдерінің соққысынан түпкілікті құлады. Оғыздардың біршама бөлігі Қыпшақтардың қысымымен Шығыс Еуропа және Кіші Азия елдеріне қоныс аударды. Қалған бөлігі түркі тілдес дешті Қыпшақ тайпаларымен қосылып араласып кетті. Оғыз тайпалары қазіргі түркі халықтарының қалыптасуына өзіндік үлес қосты. Олар қазақтардың этникалық тарихында маңызды із қалдырды. 11 ғасырдың ортасына қарай Орталық Азияда Қыпшақтар үстем жағдайға ие болды. Қимақ қағанаты 9 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың басы. Қимақ қағанатының құрылуы 8-9 ғасырлар аралығында солтүстік шығыс Қазақстан аумағында Қимақ тайпалар одағы қалыптасты. Қимақтар туралы араб, парсы, түркі және Қытай деректерінде айтылған. Осы деректер негізінде Қимақтардың Батыс Моңғолия даласында өмір сүргенін білеміз. Қимақтар ол жерден 7 ғасырдың ортасында Алтай таулары мен Ертіс бойына көшті. Тайпаның өз алдына бөлектенуі Батыс түрік қағанатының құлауы барысында 656 жылы іске асты. Қимақтар тайпасының басшысы Шат түтік лауазымын иеленді. Билеуші көсем дегенді білдіреді. 8-9 ғасырлардың оқиғаларға барысында Қимақ тайпалары Ертістен Жоңғар қақпасы аралығындағы аумаққа берік орнықты. Кейін батысқа Жайыққа дейін жылжыды. 8 ғасырдың соңында Қимақ бірлестігіне көптеген Қыпшақ тайпалары енді. Қимақтардың батысқа қоныс аударуына жайылымдар қажеттілігі, енесе қырғыздар мен қақтығыстар, ұйғыр қағанатының қысымы ықпал етті. Қимақ қағанатының құрылуы 9 ғасырдың ортасында аяқталды. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оған енген тайпалардың бір бөлігі Қимақтарға қосылды. Қимақ тайпалық одағының басшысы Қаған лауазымын иеленді. Қимақтардың мемлекеттік құрылымы Қимақ қағанатының құрамына бірнеше тайпа енді. Олардың ішіндегі сан жағынан басымы Қыпшақтар болды. Мемлекеттің орталығы Ертістің жоғарғы жағында орналасты. Қимақтардың қол астындағы барлық халық иеліктерге бөлінді. Қимақтар жайлы толық мәлімет келесі аудиожазбада. Келесі аудиожазбаға өтіп,
тыңдай аласыз. Егер оғыздар жайлы білмеген мәліметіңізді осы аудиожазбадан білген болсаңыз, қандай мәлімет екенін комментарийға жаза кетіңіз. Және де мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, ой-пікіріңізді комментарийға қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта ұбт-да келуі мүмкін тақырыптардың аудиожазбасын шығаратын боламын. Сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыз.